Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары. Қазақта ер адамның жасын жас шамасына қарай қалай атау керектігін білесіз бе? Егер білмесеңіз, сіздерге пайдалы ақпарат болады деген ойдамын. Туғаннан бастап 1 жасқа дейін шақалақ нәресте десек, 1 жастан 3 жасқа дейін бүлдіршін, 3 жастан 5 жасқа дейін балдырған, 6 жастан 12 жасқа дейін бала, 13 жастан 15 жасқа дейін ересек бала, 16 жастан 19 жасқа дейін бос бала, 20 жастан 30 жасқа дейін жас жігіт, 30 жастан 40 жасқа дейін дүр жігіт, 40 жастан 50 жасқа дейін ер түлегі, 50 жастан 60 жасқа дейін жігіт ағасы, 60 жастан 70 жасқа дейін ел ағасы, 70 жастан 80 жасқа дейін ақсақал, ал 80 жасты біз қария деп айтады екенбіз. Егер айдарымыз ұнаса, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сау болыңыздар.